15 минут ішінде осындай көне фотоны түрлі түсті қылып бергенім үшін мен 500 рубль, яғни 2500 теңге таптым. Достар, барлықтарыңызға сәлем. Дәулет Бисұлтанов YouTube парақшасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен интернеттен ақша табудың, пайда табудың жаңа әдіс тәсілдерін қарастырамыз, зерттейміз және сіздерге үйретеміз. Ал видеоға көшпес бұрын мен сіздерге жақсы жаңалығым бар. Біз сайыс жариялап жатырмыз. Ең креативті комментарий үшін 10 000 теңге. Осы 10 000 теңгені маған тіркеулі болған, лайк басып жүрген және креативті пайдалы комментарий қалдырған 2 адамға 5-5 мыңнан бөліп беремін. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, комментарийіңізді қалдырып, лайкыңызды басып маған тіркеліп қойыңыздар. Мүмкін осы бір 5 000 теңгенің иесі сіз болып қаларсыз. Ендеше кеттік. Сонымен достар, бүгін біз сіздермен қызық бір кейсті қарастыратын боламыз. Мүмкін бұл кейс сіздерге тек қана ақша табу үшін емес, сонымен қатар өздеріңізге де бір пайдасы тиіп қалуы мүмкін. Ең алдымен біз Kwork деген, Kwork кімге қалай ыңғайлы, мінекей адресі осылай жазылады, жаттап алыңыздар, кіріп осында регистрация жасайсыздар. Осы сайтқа бірінші кіреміз. Бұл сайтта негізі көптеген адамдар өздерінің объявлениелерін салып қояды, яғни өздерінің жұмыстарын сатады. Немесе заказ да беруге болады. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай логотипқа заказ беруге болады, фирменный стиль, визитки, брендирование, презентация, инфографика, неше түрлі затқа заказ беруге болады, және бұл заказдарды орындап ақша табуға да болады. Ал бүгін біз сіздермен бұндай қиын жолдарға әзірге түспей қояйық. Ең оңай тәсіл, барлығымыздың үйімізде бір көне ескі суреттер бар шығар, черно-белый, қара түсті фотолар. Сол фотоларды түрлі түстіге ауыстыру жолдарын қарастырамыз. Мына жерге біз раскраска черно-белых фото деп жазамыз. Мінекей қарап тұрсыздар, неше түрлі объявлениелер бар. Восстановление раскраска старых фото дейді, от 500 рублей. 500 рубль дегенім сол 2500 теңге. Ойлап қараңыздар, жай ғана фотоны разноцветный қылып бергеніңіз үшін сіз 2500 теңге аласыз, және оны разноцветный қылу негізі 15 минуттың шаруасы деп нақты сізге айта аламын. Енді мінекей бір осындай жұмыстарды орындайтын адамның объявлениесіне кірдік. Мінекей черно-белый фотоны цветной қылған, және де бұл адам 2307 заказ орындапты. Ойлап қараңыздар, 2307-ні минимум 500 рубльға көбейтсеңіз қаншама ақша шығады. Сол ақшаны сіздер де оп-оңай таба аласыздар. Енді сіздерде сұрақ туындайды шығар, мен черно-белый фотоны қалай цветной қыламын, мен фотошопер емеспін, ондай профессионал емеспін деген. Ал мен сіздерге соны қазір үйретемін. Google-ға кірсеңіздер, Google-ға жазуға болады, мысалы, разукрасить черно-белое фото деген, раскрасить черно-белое фото деген. И мен сіздер үшін дайындап қойған бір ең удобный, ең ыңғайлы сайт бар, ол img2go.com деген, неке аты жазылып тұр, тоже жаттап алсаңыздар болады. Бұл жерде тез, ең бастысы тегін фотоны боятып алуға болады. Енді қараңыздар, выберите файл дейді, файлды таңдаймыз, мысалға на фотоны алайық, черно-белый фото, неке загрузкасы кетті, начать, мына жерде загрузка жүріп жатыр. Сайт фото дайын болған кезде бізге осындай ұсыныс шығарады, предварительный просмотр немесе скачать деген. Алдын ала қарап алайық, қандай түстерге бояп берген. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, жаңа черно-белый фотоны бізге цветной қылып істеп берген. Енді осыны просто download дейміз да, скачать етіп алуымызға болады. И мінекей боялған сурет сіздерде. Мынаның размері кішкентай екен. Давайте тағы бір фото салып көрейік. Выбрать файл, черно-белый таңдаймыз и начать. Мінекей біздің жаңағы салған картинкамыз дайын болды. Предварительный просмотрмен разноцветный фотоны алдық. Мінекей черно-белый фото сразу цветной болып шықты. Осылайша осы фотоны аламыз да, скачать ете саламыз. Болды, сіздің заказыңыз дайын деп есептей беруге болады. Сол себепті осы жердегі объявлениелер сияқты сізде объявление салып қойсаңыз болады. Достар, мінекей осындай бір керемет оңай тәсіл, ақша табудың негізі аса қиындығы жоқ деп ойлаймын. Сонымен қатар раскраска фотодан бөлек удалить фон деп жазсақ, удалить фон дегеніміз жаңағы фотосуреттегі артындағы басқа картинаны алып тастау немесе белгілі бір жердің кесіп алу деген сияқты ғой. Енді удалить фон деп жазсақ та мінекей неше түрлі объявлениелер шығады.
тоже қарауға болады. Мысалы мына жылқының артындағы шөл даланы алып тастағысы келеді да, тек жылқыны қалдырғысы келсе, міне тек қана жылқы қалады. Бұны да жаңағы алдын айтып кеткен AMG2Go сайтында істеуге болады. Өте пайдалы сайт, тоже жазып алсаңыздар болады. Мінекей колоризация с помощью ИИ, удаление фона с помощью ИИ. Бұның барлық жасанды интеллект арқылы жасалып жатқан дүние. Сол себепті өте керемет деп ойлаймын. Мысалы жаңағы фотодағы картинаны ала салайық и артындағы фонын удалить етуді бастаймыз. Начать. Неке достар, біздің удаление фонымыз дайын болды. Предварительный просмотрмен қарайық. Неке жаңа жолда жүріп баратқан қызды ғана кесіп алып дайын қылып берді. Жай ғана download, скачать қыламыз да, уже бір заказыңыз дайын деп есептей берсеңіз болады. Сол сияқты басқа да элементтерді осылай артқы фонын алып тастауға мүмкіндік бар. Бұл да 500 рубльден басталады, яғни 2500 теңгеден бастап істей берсеңіздер болады. Выполнен заказ 285 дейді, яғни 285-ті 500 рубльге өтіңіз, 2500 теңгеге. Сондай ақшаны бір ай, 2 ай, немесе бір аптаның ішінде де табуға үлкен мүмкіндік бар. Сол себепті достар, қарап отырмай бастаңыздар, ақша табыңыздар, керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Және де мынау жасанды интеллекттің сізге көмегімен пайдасы керемет тиіп отыр. Достар, бүгінге осы. Дәулет Бейсұлтанов каналына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, керемет комментарийларыңызды қалдырыңыздар, және де видеоның басында айтып кеткен мына бір конкурс жайлы ұмытпаңыздар. Сіздердің креативті әрі пайдалы комментарийлеріңіздің арқасында 5000 теңге ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни басты ұтысы 10 000 теңге, оны мен 5-5000-нан 2 адамға бөліп беремін деп шештім. Сіздердің комментарийларыңызда пайдалы болу үшін тағы да қандай жерлерде интернетте ақша табуға болады, және де уже тауып жүрсіздер ме, мүмкін тексеру керек шығар, соның барлығын жазып кетіңіздер. Біз оларды тексеріп қарап сіздерге нақтысын айтып беретін боламыз. Сол себепті конкурсқа қатысыңыздар, бізге лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де жаңа видеолар күтіңіздер. Сау болыңыздар достар.